Ақшамен қалай жақсы қарым-қатынас орнатамыз? Қайырлы күн, құрметті достар. Сіздер Бекітөлі YouTube арнасындасыздар. Ендеше уақыт жоғалтпайық, бастайық. Ақша күнкөріс қамы үшін ғана емес, армандарды орындап, алға жетелейтін мотивациялық құрал. Ақшамен жақсы қарым-қатынас орнатқаннан кейін, сіздің қаржылық сауаттылығыңыз артады, яғни қаржыға деген көзқарасыңыз қалпына келеді. Жоқ, жетпейді, күйеуім таппайды, әйелім таппайды, бізге ондай қайда, ойбай, қымбат деген сөздерді айтпайтын боласыз. Ақшаны өмірдің мәні емес, жай күнделікті қажетке жарайтын құрал ғана деп қарай бастайсыз. Кішкентай нәрсе болса да қиналмай, үнемдеу арқылы өзіңізді еркелетіп, еркін сатып ала аласыз. Қарыздарыңыз ақырындап жабылады және біреу берешегі бар болса, көп өтпей әкеліп береді. Ал, ендеше ақшамен жақсы қарым-қатынас орнатуға көмек беретін 5 кеңеспен бөлісейін. Бірінші, алдымен ниетті түзеу. Біреудің ақысын жеп, ала жібін аттамаңыз. Сөзбен болса да біреудің көңіліне салған қаяу алдыңыздан қарыз болып шығады. Екінші, алғыс айта білу. Алла тағаладан бастап әр жұтқан ауаңызға, ескі де болса киіміңізге, жалдамалы болса да пәтеріңізге шүкір деңіз. Шүкір еткен сайын нығметіңіз арта береді. Үшінші, садақа беріп тұрыңыз. Шамаңыз жеткенше жетім жесірге, дертке шалдыққандарға, жағдайы төмен отбасыларға көмектесіңіз. Тіпті құсқа жем шашып кетсеңіз де садақа. Төртінші, тазалық. Үйдегі артық зат энергияны жейді. Қажет емес дүниелерден, киімнен, ыдыстан тағы арылып, үйіңізді толығымен жинап, тазалап отырыңыз. Ескі затты кетіріп, жаңа дүниеге мол табысқа орын босатыңыз. Бесінші, еңбек ету. Ештеңеден қорықпай бастап кетуіңіз қажет. Есіңізде болсын, қолыңыздан не келетінін жасап қана біле аласыз. Іске кіріспей, мидағы қорқыныш артқа тарта береді. Қателік жасаудан қорықпау керек. Яғни, көз қорқақ, қол батыр. Сонымен достар, бұл видео өз мәресіне жетті. Егер де видеода айтылған ақпарат пайдалы әрі қызықты болса, лайк басып, астыңғы комментарийға өзіңіздің пікіріңізді жаза кетсеңіз болады. Бекітөлі YouTube арнасына тіркеліңіздер, менің басқа да видеоларымды көріңіздер. Сол арқылы сіз менің YouTube арнамның дамуына бірден-бір себепкер боласыздар. Келесі кездескенше сау болыңыздар.